Жоқ. Көмегің үшін алғысым шексіз Туайлайт. Жоқ. Аста мына себеттегі бар алманы жеп қоям деп бәстесе алам. Егер осы жарыста жеңсем, әжемнің белдігін тағып орталық көшемен жүріп өтем. Бұл мен үшін еш қиын емес, Applejack. Бірақ түске таман аяқтасақ жақсы болар еді. Әйтпесе мына жұмыстан тіпті қарным ашып кетті. Білем. Ой, Оу, Спайк, сен менің арқамда таң атқаннан бері отырсың. солай екен-ау. Көп жұмыс істедіңдер ғой. Ал мен әлі түскі ас ішкен жоқпын. Жүрек жалғап алғанымыз дұрыс сияқты. Жоқ. Міне. Туф, Спайк, тәбетім ашылып кетті ғой. Спайк, Не? Селестия ханшайымнан хат келді. Мұқият тыңдаңдар. Эквестрия елінің мәртебелі ханшайымы Селестия таңғажайып Контрлот қаласында көңілді мерекелік кеш өтетіні жайлы қуана хабарлайды. Кеш 22-сі күні болады. Бұл шақырту Туалайт пен тағы бір қонаққа арналған. Тамаша мерекелік кеш! Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Кешке шақырту 3 бөлім. мерекелік ғажайып кеш! Алақай! Қараңдар, 2 шақыру қағазы. Тамаша, мен мерекелік кешке қатысқан емеспін, ал сен ше, Спайк? Жоқ, маған қыздар билейтін кештер мүлде ұнамайды. Қойшы енді, Спайк, бидің несі жаман? Жаман? Би деген керемет емес пе? Мен болсам қуана барам. Иә, егер мен мына алманың бәрін жинасам, барлық пони кеш батқанша жесе де жетер еді. Алма алқабында қандай шара ұйымдастыра алатынымды білесің бе? Біз көп ақша табамыз. Иә, сонда шатырды ауыстырар едік. Ал үлкен Мафи өзіне жаңа соқа сатып алар еді. Смит әжей аяғын емдеп алар еді. Иә, бұл кешке бару үшін кез келген шартты орындауға дайынмын. Оу, білесің бе, онда мен сенің? Сендер мерекелі ғажайып кеш жайлы айтып жатырсыңдар ма? Рейнбоу Дэш, сен алма жинасуға уақытым жоқ деп едің ғой. Сонда не істедің? Тыңдадың ба? Жоқ, біраз мызғып алмақ болғам. Ойламаған жерден сенде шақырту бар екен естіп қалдым. Иә, бірақ... Тамаша, бұл дегенің керемет қой. Бұл мерекеде ғажайып найзағайлар жыл сайын өнер көрсетеді. Ақыры көре алатын болдым. Барлық пони аспанға қарап, солардың өнеріне сүйсінетін болды ғой. Сол сәтте Рейнбоу Дэш келеді. Мен де ғажайып найзағайлардың қалыспай зулаймын. Қолымнан не келетінін көрсетем. Барлық көрерменнің көңілінен шығам. Өнеріммен бәрін таң қалдырам. Олар маған қошемет көрсетеді. Ғажайып найзағайлардың өзі қатарымызға қосыл деп мені шақырады. Олар менімен бірге өнер көрсетуді мәртебе санайды. Мені түсінемісің, Туайлайт? Бәлкім бұл менің жалғыз мүмкіндігім шығар. Мені ертіп баршы. Әй, тоқтай тұрсаңшы. Шақыртуды мен бірінші сұрап қойғам. Содан сұрасаң қайтейін? Солай ма? Онда сені тұяқ күрестіруге шақырам. Шақырту жеңімпаздікі. Достар, шақырту менікі. Оны кімге беретінімді өзім білем. Қайсың лайықсың, шақыртуды сол алады. Келсесіңдер ме? Мен ферманың ісін реттегім келеді. Ал мен найзағай тобына қосылуға мүмкіндік алам. Әжеме көмектесу үшін ақша табам. Арманым орындалады. Әттеген ай, екеуің де кешке баруға лайық екенсіңдер.
Кешіріңдер, шегім шырылдап кетті. Сендерді білмеймін, бірақ мен ашқарынға маңызды шешім қабылдай алмаймын. Бұл жайында түскі ас кезінде ойланып, сендерге содан кейін шешімімді айтам. Жарай ма? Жарайды. Сонымен шақыртуды кімге беретін болдың? Білмеймін, Спайк. Қарным аш болса, мен ойлана алмаймын. Қазір тамақтанып... Жарғанаттар, көмектесіңдер! Тоқтаңдар, бұл мерекелік кешке шақырту ғой. Бұл Эквестриядағы ең керемет, ең ғажайып, таңқаларлық, ең тамаша, ең ғаламат мерекелік кеш қой. Осы ғажайып кешті жүрушем армандап, көтерейік көңілді бірге ғаламат. Хей-хей, хи-хи, қуанады әрқашан бізге. Алақай, мен бұл кешке баруым керек. Керемет безендірілген зал, әдемі ыдыстар, мол дастархан, түрлі тәттілер, жеміс жидектер, әрі менің құйрығымды ауыстыр деген сүйікті ойыным да бар. Осы ғажайып кешті жүрушем армандап, көтерейік көңілді бірге ғаламат. Көңілді кештен салып билейміз, мың бұралып айналамыз бәріміз. О, рахмет саған, Твайлайт. Бұл мен қатысатын ең керемет кеш болады. Негізі... Бұл мен ойлаған нәрсе ме? Я, Твайлайт мені Кантерлоттағы керемет мерекелік кешке ертіп барады. Мерекелік кеш? Мен бұл кешке жыл сайын дайындалам. Бірақ ол жаққа мен әлі ешкім шақырған емес. О, мәдени орта, дәл маған арналған. Меніңше, оны дәл сол жерде кездестірем. Я, Оны? Кімді? оны. Кеште мен билеймін. Бәрі, мына жұмбақ пони кім болды екен деп ойлайды. Олар менің Понивилиядағы қарапайым пони екенімді де білмейді. Егер Селестия ханшайыммен кездесуге шақырса, онда керемет әсер қалдырамын. Сол кезде сұлулығым мен кербездігіме тәнті болған ханшайым мені онымен, өзінің жиенімен таныстыра. Ол Кантерлоттағы ең сымбатты жалғыз мүйізді. Біздің көзіміз түйісіп, жүрегіміз елжіреп, сөйтіп ең әдемі жұпқа айналамыз. Ол болса маған сезімін білдіреді. Ал мен болсам, оған шын жүрегіммен «Иә» деп жауап берем. Екеуміздің үйлену тойымыз салтанатты түрде өтеді. Өйткені мен Ханзадаға тұрмысқа шығам. Бұл менің асыл арманым. Ол орындалу керек. Твайлайт, менің орныма Пинки Пайды шақырғаныңа сенбей тұрмын. Ол жай ғана көңіл көтергіс келеді. Ал мен арманымды кезіктіргім келеді. Ей! Мәссаған, әдемісін ай. Тыңдаңдаршы, мен екінші билетті кімге беретінімді әлі ойластырған жоқпын. Білмейсің бе? Кешірші, Твайлайт. Саған бір сұрақ қойғым кеп тұр. Сен екінші шақыртуды әлі ешкімге берген жоқсың ба? Сен? Сен де кешке барғың келе ме? Жоға. Негізі, мен иә дегім келген. Білесің бе, мәселе кеште емес, қамал сыртындағы бақшада. Ол жерде Эквестриядағы ең керемет, ең жұпар гүлдер өседі деп естідім. Мерекелік кеште бақтағы барлық өсімдік гүл ашады екен. Иә? Табиғатты жанымдай жақсы көрем. Ол жақта Гагари, Шоттымсық және Калибри бар. Ол жерде көгілдір, жасыл, қызыл, күлгін бозторғайлар мен қоқиқаздар бар. Әрине, Флаттершай, мұның бәрі әдемі естіледі. Тоқтай тұрыңдар. Рейнбоу Дэш, сен немен аңдып жүрсің бе? Жоқ, мүмкін, тыңдашы. Сен сияқты тәуекелге бара алмайм. Бірақ шақыртуды кім көрінгенге беруші болма. Тұра тұрыңдар. Эпплджек, сен де мен аңдып жүрсің бе? Жоқ, олай емес. Сыртымнан бір нәрсе бүлдірмесін деп, оны әдей аңдып жүрдім. Сен шақыртуыма ие болғың келе ме? Сенің шақыртуың ба? Әуелі менен алып көріңдер. Ал мен алып шақыртуым жоқ. Оны маған беру керек.
Достар, қане шуды доғарыңдар. Twilight! Болды, бұл шешімді өзім қабылдаймын. Бірақ мына сендердің айғай-шуларыңнан ойымды жинақтай алмай тұрмын. Қарным ашқанын айтпағанда. Кетіңдер, барыңдар. Қалай бұл? Қалайда барам. Уайымдамаңдар, мен шешім қабылдаймын. Бір мәнісін табам. Спайк, не істесем екен? Менің 5 құрбымның бәрі де кешке баруға лайық. Applejack, әлде Rainbow Dash? Pinkie Pie, әлде Fluttershy мен Rarity ме? Қайсын таңдасам екен? Таңдадыңыз ба? Таңдай алмай тұрмын. Twilight, ол тапсырыс алуға келді. Маған сарғалдақ пен дәстүргүл қосылған бутерброд. Сіздерде бар ма? Жоқ па? Жарайды. Онда маған қуырылған қытырлақ мая әкеліңіз. Ал сенің қандай ойың бар, Спайк? Меніңше басқа мейрамханаға барғанымыз дұрыс. Маған шөбін айт. Бірақ мәзірге бірнеше ғажайып тас енгізгенде тұрған не бар? Мен кеш туралы сұрап тұрмын. Қайсын таңдаймын? Әлі соны ойлап отырсың ба? Спайк, тыңдаш өзің. Қайсын таңдасам екен? Егер біреуін таңдасам, қалғандары маған өкпелеп қалады. Білесің бе, оларға өз билетімді де беруге дайынмын. Бірақ сонда да 3 пони қалып қояды. Енді не істесем екен? Міне тамағыңыз. Рахмет. Тәбетім ашылып кетті. Тамақтанып алсам, жақсы ойлана алатын шығармын. Ханым, сіз жаңбыр астында тамақтана бересіз бе? Жаңбыр жауа ма? Мұнда не болып жатыр өзі? Сәлем, менің әлемдегі ең жақын құрбым. Күннің астында ас ішіп отырсың ба? Rainbow Dash, мұнда не істеп жүрсің? Не дегенің? Мен тек ең әдемі понидің жаңбыр астында тамақтанғалы отырғанын көріп қалдым да. Бұлттарды ыдыратып жіберейін деп ойладым. Бар болғаны осы. Rainbow, шақыртуды алу үшін өзіңе қосымша ұпай жинап жүрмеген боларсың, а? Солай ма? Мен? Жоқ, мен бар ғой. Мұндай жақсылықты барлық пониға жасай алам. Rainbow, мұнда ерекше құрмет көрсетсең, ыңғайсызданам. Сондықтан бәрін өз қалпында қалдыруыңды талап етем. Жарайды. Осылай дұрыс. Twilight, не болды? Еш нәрсе, шынымен де. Жүр, әйтпесе суық тиіп қалады. Ой, кешірші. Жоқ, ештеңе етпейді. Екеуміз ең жақын құрбы емеспіз бе? Солай ғой, Twilight. Ал ең жақын құрбылардың не істейтінін білесің бе? Сән денет. Rarity, болды қой. Рахмет, бірақ тым бар екен. Сап-сұлу болып кеттің. Өте әдемі екен. Ал сен? Спай, нағыз серіге ұқсап тұрсың. Абайла! Спайк. Қана қалды. Қыздардың осы қылығы ұнамайды дедім ғой. Кітапханада кездесеміз. Мейлі, ол кімге керек дейсің? Қазір ең бастысы, кешке әдемі болып баруың керек. Тоқта, кешке? Мәссаған! Мынау бір керемет сәйкестік болды ғой. Менің киімім сенікімен үлесе қалғанын қараш. Екеуміз өте әдемі боламыз. Бәрі бізбен танысқысы келеді. Сол кезде бүкіл Эквестриядағы ең кербез, ең сұлу пони, Rarity екенін бәрі біледі. Және Sparkle екенін. Сенің ойыңды енді түсіндім. Шақыртуды алу үшін менің көңілімді табуға тырысып жатыр екенсің ғой. Мұныңнан түк шықпайды. Басқалар сияқты шешімімді күтуіңе тура келеді. Ал енді маған ренжіме. Мен әлі түскі ас та шалмай жүрмін. Біреу түскі ас деді ме? Олай болса міне! Алма бәліші, алма самсасы, алма тәттісі, алма халуасы және қоңыр алма торты. Асың дәмді болсын. Бұл торттан бас тарта алмайсың. Бұл иә дегенің бе? Жоқ, мен шақыртуды кімге беретінімді әлі білмей тұрмын. Ал мына әрекеттерің менің шешім қабылдауыма кедергі болып жатыр. Шынымды айтсам, таңертеңнен бері қиналып кеттім. Сонда бұл не дегені?
Ешкімді ренжітпейтіндей шешім қабылдау оңай емес екен. Флаттершай, сенен мұны күтпеп едім. Ой, келіп қалдың ба, Твайлайт? Қарсы емес шығарсың. Көктемгі тазалық жұмысын жасайық деп едік. Қазір жаз айы. Оу, иә, солай екен ғой. Ештен кеш жақсы емес пе? Мұны көзіме түсу үшін істеп жатпаған шығарсың. О не дегенің? Мен тек ең жақын құрбыма көмектесіп жатырмын. Солай ма, Энджел? Иә, біз мұны шақырту үшін істеп едік. Жоқ. Мұндай ықыластарыңа рахмет, Энджел. Өзім бір шешім қабылдамайынша, сыйлықтарыңды алмаймын. Өтінем, бәрін кетіңдер. Твайлайт менің ең жақын досым. Дәл қазір қабылдайсың шешім. Бір өзіңе сенемін досым. Шақыруды бересің жалғыз маған. Я, Твайлайт. Басқа понилер шақырту туралы айтпап еді. Тоқта, қандай шақырту? Твайлайтта мерекелі ғажайып кешке арналған шақырту қағазы бар. Бақшаға көмек керек емес пе? Бір арба сәбіз берейін бе? Твайлайт, өтінем, Қашу керек. Келесі жолы алдын ала ескерт. Бұлай боларын өзінде білген жоқпын ғой. Тез есікті жап. Жоқ! Басым әбден қатты. Бұл кешке бәрі де барғысы келеді. Ешқайсыңды ренжіткім келмейді. Бірақ сендердің сыйлықтарың мен көңілдеріңе қарап шешім қабылдағым келмейді. Бәріңді қуантқым келеді, бірақ қолынан келмей тұр. Твайлайт, сені ренжіткім келмеп еді. Егер қаламасаң, шақыртуды бермей-ақ қойсаң да болады. Оны басқаларға бере бер. Мен мүлдем ренжімеймін. Уәде берем. Ол шақырту маған да керек емес. Сені ренжітіп алғанымызға қатты өкініп тұрмын. Мен де достарды ренжітуге болмайды. Твайлайт, сені дәл бұлай қинамауым керек еді. Онда шақырту менікі ғой. Менде шақырту бар. Аллақай, менде шақырту. Бірақ мен найзағай жаттығуларын жасамағалы көп болып еді. Шақырту маған да керек емес. Біз тым артық кеттік. Тіпті сені қалай ренжітіп алғанымызды да аңғармай қалыппыз. Кешірші бізді, Твайлайт. Спайк, жас. Қымбатты Селестия ханшайым. Шын достық деген жақсылықты бөлісу екенін түсіндім. Егер достарымның арасынан таңдау керек болса, олардың бірін ренжітіп алуы мүмкін. Кешке шақырғаныңыз үшін алғысым шексіз, бірақ өкінішке қарай шақыру қағазын өзіңізге қайтарып берем. Не? Егер достарым бармаса, онда мен де бармаймын. Твайлайт, олай істемей-ақ қой. Болды, мен шешім қабылдадым. Спайк, хатты жіберуіңе болады. Сонда кешке сен де бармайтын болдың ғой. Оқасы жоқ. Ол жерде сендер болмасаңдар, бәрібір көңіл көтере алмас едім. Біз бәріміз доспыз ғой. Спайк, сен осы бар ғой, әлі кішкентай бала сияқтысың. Өзіңді дұрыс ұстай алмайсың ғой. Бұл не? Ханшайымның хаты ғой. Тез келді ғой. Менің адал шәкіртім Твайлайт. Маған мұны неге бірден айтпадың? Мерекелі ғажайып кешке 6 шақырту. Енді бәріміз бірге баратын болды. Мереке, жүріңдер, көңіл көтереміз. Жүріңдер.
маған шақырту жоқ па? Және саған да бір шақырту, Спайк. Менің де баруым керек екен ғой. Мәссаған, маған мұнда жұмыс жетерлік екен. Бір жерден осынша көп алманы ешқашан көрмеген екем. Иә. Жалғыз өзіңе тым көп. О не дегенің, ағатай? Білесің ғой, бақшадағы жұмыстан ешқашан қашқан емеспін. Ой, кешірші. Жұмыс күн аяқталғанда біраз алма жеп алармын. Сенің жинаған алмаңдан жеген алмаң көп болатын шығар. Мұны мен не айтқың кеп тұр? Мен сонда жұмысты аз істейін бе? Иә. Неге олай дейсің? Мен сенің қарындасың Applejackпін ғой. Танымай қалдың ба? Мен сенің ең адал досыңмын. Бірақ өкінішке қарай сен жай ғана понисің. Ал менің ойымша, жалғыз пони мен үлкен бақша бір-біріне мүлдем үйлеспейді. Ақыл қойсымеш, алманы жалғыз өзім жинай алам дедім ғой. Көрде тұр, мен саған мұны дәлелдеп берем. Ағаштағы бар алманы жалғыз өзім жинап шығам. Көрде тұр, мен саған оны дәлелдейм. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күттім. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, шын жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Өнім жинау. 4-ші бөлім. Ал енді жұмысқа кірісу керек. Ағаштан алма өзі түспейді. Ау! Ай, басым! Қашыңдар! Пинки Пай, басыңды қатерге тікпе. Қаш! Понилер, тынышталыңдар, босқа дүрлікпеңдер. Енді не істейміз? Ана жаққа қараңдар. Тезірек! Вайнода, басқа жаққа! Қане, бол! Бұл өмірімдегі ең керемет Ратео шоу. Бұр, қане, Вайнода! Қане, Вайнода! Жарайсың! Қане! Уха! Міне осылай. Сонымен сендерге не болды? Кешір, Applejack, бірақ Риала қорқынышты бір жыланды көріп қалыпты. Содан бәріміз үркіп қаша жөнелдік. Әрине мен бәрін түсінем, бірақ келесі жолы Панивилияның шырқын бұзбағандарың дұрыс. Әрине, Applejack. Сау бол, Вайнода. Жарайсың, Applejack! Алға! Apple нағыз ковбой. Applejack, мұның... Керемет болды, Apple. Дәл солай. Басын қатерге тігіп қаланы құтқарып қалған үшін Applejackқа алғыс айтайық. Білемін. Бізге мереке керек. Бәр дайын ба? Бір ғана нәрсе қалды. Енді дайын болды. Applejack дайын ба? Шынымды айтсам, оны көрмегеніме бір апта болды. Сол күннен бері? Бірақ ол міндетті түрде келеді. Applejack ешқашан кешіккен емес.
келіңдер. Бүгін біз кез келген уақытта сенім артуға болатын батыл пониге алғыс айту үшін жиналдық. Ол понидің адалдығы Сол күні Эпплджекті көргендерің бар ма? Ол батылдық танытты. Осы аптада маған жаңа әдіс үйретем деген. Ол ерекше керемет әдіс деп ойлаймын. дұрыс айтасың. Осы аптада мен алғаш рет ас әзірлеймін. Мұның Эпплджекке қандай қатысы бар? Ол Эпплджек тамақты керемет дайындайды. Ол маған көмектеседі. Эпплджек нағыз аспаз. Бәріңіз ол әзірлеген дәмнен ауыз тиіңіздер. Жарайды, мұның керемет екен. Ал енді сөзімді аяқтайын, кедергі келтірмейін. Не болды? Twilight, ренжімеші. Эпплджек осы аптада маған көжектерді санауға көмектеседі деп айтқым келген. Біз осы маусымда туған көжектерді санаймыз. Білесің бе, Эпплджектің қабілеті сондай керемет. Ал, тағы кім айтады? Қане, қайсың? Ешкім жоқ па? Сонымен, менің айтқым келгені? Маңызды емес. Сонымен, бәрі өз ойын айтты. Ал енді мен өз құзыретімді пайдаланып, Панивилияның ең сенімді әрі батыл тұрғынын марапаттағым келеді. Панивилия халқының ең адал досы Эпплджек. Бұл керемет, бұл өте керемет. Өтпей қалды. Мен осындамын. Ей, бұның не? Кешкенім үшін кешірім өтінем. Ой, кешіріңіз, құйрығыңызды басып кеттім. Ой. Мэр ханым, бұл марапатыңызға рахмет. Ол сондай жарқырап, жылтырап тұр. Қане, түрім күлкілі көрінеді екен. Көзім үлкен екен. Эпплджек, сол бір сұмдық күні біздің бәрімізді құтқарып қалғаның үшін, және бізбен дос болғаның үшін рахмет. Я, мен достарыма көмектескенді жақсы көрем. Мен сондай. Я, рахмет. Маған ғана солай көрінді ме? Эпплджек, шаршаңқы. Ұйқылы Бір яу. түрлі. Сендер оның жалын көрдіңдер ме? Меніңше бәрі дұрыс сияқты. Ол мұнда не істеп жүр? Түсінбедім. Упс. Эй, Эпплджек! 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 Қалың қалай, Twilight? Мұнаның бәрі не? Алма жинау маусымы. Қандай маусым дейсің? Я, біздің әулетте мұны өнім жинау маусымы дейді. Біз кейін сату үшін ағаштардағы алманы жинап аламыз. Бірақ сен неге жалғыз жұмыс істеп жүрсің? Өйткені ағам жарақаттанып қалды. Панивилияға келген кезде көрген туысқандарың қайда? Олар көмектеспей ме? Әулет мерекесінде олар осында болған. Бірақ әрқайсымыз әр қалада тұрамыз. Қазір олар өз бақшаларының өнімін жинап жүр. Сондықтан мен жалғыз қалдым. Енді мен жұмыс істеуім керек. Неге түсінбейсің? Жұмыс істеу керек. Жұмыс. Түсінікті. Былай тұрасың ба, Twilight? Мен кетіп қалғам. Эпплджек, сенің жағдайың болмай тұр. Мені уайымдама. Менің жағдайым жақсы. Вау! Саған көмек керек пе? Көмек пе? Жоға, өзім-ақ аяқтайым. Бірақ мынаның бәрін жалғыз жинай алмайсың ғой. Сен не, менімен бәстеспексің бе? Жоға, Мен бәрін жалғыз жинай алатынымды дәлелдеймін. Ал енді кешір. Алма жинауым керек. Ақыры келдің ау. Маған ренжімеші, Дэш.
Алма жинаудан қолым босамады. Көзім ілініп кетіп, қайта оянсам кешігіп қалыппын ғой. Сен қандай әдіс туралы айтып едің? Ана құрылғыны көрдің бе? Иә. Мен бір шетіне тұрам. Ал сен биіктен секіресің. Сонда мен жылдамдық алып, зулап ұшамын да, көк жүзінде керемет өнер көрсетем. Сол кезде ғажайып найзағайлар мені бірден байқайды. Бұл қауіпті емес пе? Ұша алатын пони үшін қауіпті емес. Жарайды онда. Дайынсың ба? 1, 2, 3! Мен дұрыс түсіндірмеген шығармын. Сен ана тақтайға секіруің керек. Түсінікті. Эпплджек, саған не болған? Сені Понивиллидағы ең мықты пони екен деп жүрсем? Солай екен рас. Бәрі ойдағыдай. Айтпақшы, менде бір ой бар. Қарашы. Тадам! Қап. Тағы бір байқап көрейін. Қолымыздан келетінін білем. Ой! Ой! Секірем. Тоқта! Оқасы жоқ. Көмегің керек пе? Тағы біреуге көмегің керек сияқты. Эпплджек пе? Иә. Эпплджек, сенімен сөйлесуге бола ма? Ара шағып алды дейсің бе? Олай емес сияқты. Жоқ, сөйлесейік деп тұрмын. Жеріма сабақ па? Әлде балдыр көк пе? Жоқ, мен сенімен сөйлескім кеп тұр. Хайуанаттар бағына барғым келеді де. Бар, сені ешкім ұстамайды. Мен сенімен сөйлескім кеп тұр. Жарайды, неге бірден айтпадың? Не жайында сөйлеспексің? Бүгін маған Рейнбоу Дэш келген. Ол сенімен көрші тұрады емес пе? Иә, сені ұшырып жібергеннен кейін ол менің балконыма келіп ілініп қалды. Солай де. Бүгін өзімді таңертең жайсыз сезініп. Мүмкін шаршаған шығарсың. Саған көмек керек шығар. Не дейсің? Кебек? Маған кебек керек емес. Маған кебек ұнамайды. Көмек керек. Еш уайымдама, Туайлайт. Мен дәлелдеймін, бәріне дәлелдеймін. Бәрін өзім істеймін. Мені жайыма қалдыр. Ой, ал енді айып етпе. Пинки Пайға барып көмектесуім керек. Ал, Пинки Пай, дүкенді басқара алатыныңа сенімдісің бе? Әрине, Бәліш ханым. Оның үстіне маған Понивиллия жүлдегері көмектеседі. Ол әлемдегі ең мықты аспаз. Солай ма, Эпплджек? Жоқ, әлемдегі ең мықты аспаз емес. Немене? Еш алаңдамаңыз. Мен тіпті көзімді жұмып тұрып та бәрін пісіре аламын. Я. Жарайды, онда көріскенше, қыздар. Осынша ойланғаның жетер. Іске кірісу керек. Мен қант пен жұмыртқа келем. Ал сен шоколад ұнтағын әкел. Не дедің? Ұнтақ жарайды. Тұздалып кептірілген картоп ұнтағы. Жақсы. Я. Тағы не керек? Сода. Тамаша. Ол картоп ұнтағына дәм кіргізеді. Енді не? Бір стақан ұн. Бір стақан қышқыл. Лимон өте қышқыл ғой. Қышқылды қостым. Тағы не? Ең соңғысы қалды. Бір шыны май. Шылаушын? Шылаушынды жақсы көретіндерге ұнайтын шығар. Дәмді болатын шығар, иә? Солай ойлайтын шығарсың. Тәттінің дәмін татыңдар. Керемет! Дәмі шығар. Иә, кекстен ауыз тиіңдер. Ыстық кезінде үлестіріп алыңдар. Ести сала осында келдік. Рахмет, Туайлайт Спаркл. Бізге көмек керек. Менің де ішім ауырып отыр. Не болып қалды? Кексті дұрыс пісірмеген.
Жоқ, бұл кекс емес. Бұл сұмдық. Applejack. Жейсің бе? Бұл кім? Applejack, сөйлесуіміз керек. Сенбісің, Twilight? Сенің не айтқың кеп тұрғанын білем, бірақ менің жауабым сол. Жоқ. Сені ренжіткім келмейді, бірақ саған көмектесуім керек. Бұл сенің ойын ғой. Маған көмек керек емес. Көмектесуге рұқсат ет. Көмек? Жоқ, рахмет. Аз ғана қалды. Аз ғана. Міне, болды. Мен бұл алмаларды жалғыз жинай алатынымды дәлелдеймін. Қане, алмалар. Төмен түсіңдер. Applejack, сен қураған ағашты теуіп тұрсың. Білем. Негізі мен сенімен басқа нәрсе жайлы әңгімелескім келген. Мен жаңа ғана жедел жәрдем көлігінде болдым. Білесің бе? Қазір дәріс оқитын уақыт емес, Twilight. Егер көмектесуге рұқсат етсең, Жоқ! Қашанғы қайталай берем? Маған ешкімнің көмегі керек емес. Неге түсінбейсің? ай, қапымна пони есек сияқты құрсын ғой. Ренжіме. Әрине. Applejack, көжектерді санауға көмектескенің үшін рахмет саған. Оның не керегі бар? Биыл қояндар көп көжектеді. Мен сол жаңа туған көжектің бәрін санап шығуым керек. Жарайды, қане іске кірісейік. Әрине, бірақ есіңде болсын, біз бұзау емес көжектерді санаймыз. Олар сондай нәзік, өте абай болуымыз керек. Маған сенің ақыл кеңесің керек емес. Солай ма, Вайнода? Ал, менің сүйкімді көжектерім, бәрін бір жерге жиналыңдар. Дұрыс. Қане көжектер, бір жерге жиналыңдар. Жылдам, қане. Оларды жина, Вайнода. Жылдамырақ, тезден. Applejack, Вайнода, тоқтаңдар. Сендер оларды қорқытып жатырсыңдар. Біз не істеу керегін білеміз. Жиналыңдар, көжектер. Сұмдық болды. Сұмдық жағдай болды, білесің бе? Түсінсем бұйырмасын. Бақшамыздан түк қалмады. Гүліміздің бәрін таптап тастады. Бәріне кінәлі. Анама! Өтінем, көжектерді тоқтатыңдар. Өтінем, үйге жүріңдерші. Өтінем, қане жүре ғой. Жарайды. Мұны тоқтату керек. Жұмыс істеу керек. Аз қалды, өнімді жинау керек. Тыңда, Applejack. Алма жинау саған ғана зиянын тигізген жоқ. Сен жалғыз мүйізді әбігерге салып, мыңдаған көжекті қорқыттың. Сенің сылтауыңды тыңдағым да келмей тұқтың ба? Саған көмек керек. Қателестің. Қарашы, бәрін жинап болдым. Мен алмаларды ешкімнің көмегінсіз жинадым. Ал, алмаларым қалай екен? Ал, мұны алмаларға қалай қарайсың? Бірақ мен осылай... Applejack. Жақсы, аман екенсің. Тыңдашы, Applejack, сені бәріне қамқор болғаның үшін құрметтеймін. Ешкімнен көмегіңді аямайсың. Бірақ бір жолға тәкаппарлығыңды ұмытып, достарыңның көмегін қабылдарсың, а? Жарайды, Twilight. Мұны жауап деп қабылдаймын. Солай ғой? Иә, Twilight. Иә, маған сенің көмегің керек екен, өтінем. Қымбатты Селестия ханшайым. Менің құрбым Applejack бәрімен дос.
Ол ешкімнен көмегін аямайды. Біреу көмек сұраса, ешқашан бас тарта алмайды. Достық деген көмектесу болғанмен, басқалардың көмегінен де бас тартуға болмайды екен. Сіздің адал шәкіртіңіз Twilight Sparkle. Бәріміз біраз тынығып алсақ қайтеді. Алма шырынын ішейік. Достар, көмектеріңе көп рахмет. Мен шамалы бір беткеймін. Шамалы? Жарайды, өте бір беткеймін. Сол үшін қатты өкініп тұрмын. Білем, қала тұрғындары маған құрмет көрсетті. Бірақ мен үшін ең үлкен құрмет сендер сияқты достарымның болғаны. Дәмді. Алма жинаймын деп, қарным ашып кетті ғой. Мен керемет ас әкелдім. Фу, Спайк! Оларды лақтырып тастаған едім, қайдан алдың? Қоқыс жәшігінен. Қатты болған бапты, қойыңдар шенді. Емес. 4-ші бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған. 2020 жыл.